Архив тарих сақтаушысы атаумен жалғасын тапқан шараға осы салаға еңбегі сіңген ардагерлер де қатысты. Мұрағат тарихтың көмескі тартқан тұсын айқындайтын бірегей сала. Сонымен бірге архив ісі арқылы адамдар оқу процесін жетілдіріп, ғылыми қоғамдастықты дамыта алады. Архившілердің мақсаты қолымызда дерек көздерді сақтап, өңдеп, келер ұрпаққа мол мұра қалдыру. Бұл бағытында біздің жұмыстар әлі де жалғасуда. 2025 жылға жаңа жылда жаңа жобалар жүзеге асыру жоспарымыз бар. 2026 жылға облыс әкімінің қолдауымен жаңа ғимараттармен қамтамасыз ету мәселесі қаралып, құрылыс жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұл бастау алу ертеңгі күні біздің қорымыздың саны көбеюге, архив қызметкерлерінің санын көбейтіп, алдағы уақытта үлкен мекемеде қызмет атқарып, осы дерек қорындағы құжаттарымыздың санын толықтыруға жоспарға мақсат етіп қойып отырмыз. Алқалы жиында мұрағатшылардың мәртебесін арттыру мен өңір қорындағы құнды жазбалар жөнінде тың ақпарат берілді. Жиын кезінде уақыт тудырған тұлғалар атты еңбек қонақтар назарына ұсынылды. Мұнда аймақтың ақын жазушылары мен қайраткерлерінің өмірбаяны, еселі еңбектері қамтылған. Сондай-ақ тақырып аясында көрермен назарына көрме ұсынылды. Кепенде өте маңызды мекеме ғой, әрбір жаңағы адам құжаттарын мекеменің ізін қалдыратын, жолын сілтейтін, азаматтардың да жаңағы еңбек жолын бәрін жинақтап, соның көрсететін өте маңызды түсінетін адамға енді. Игі шарада үздік мұрағатшылар Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің архив саласының үздігі төсбелгісімен, құрмет грамотасымен, сондай-ақ облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталды. Басқосуда 20-ға жуық архив ісінің шеберінің еңбегі еленді. Жолма-жол дәстүрінен мызғымаған жиын мұрағатшылардың кәсіби құзыретін арттырып, қызметке деген жігерін шыңдауға себеп болмақ. Ақмарал Бейсенбайқызы, Аслан Мәлік, Альбина Азамат, Артур Ботпанов, жаңалық қызметі.